Сонау бір ел басына жұт келген заманда аштықтан өлгелі жатқан бір атамыз: біздер жақсы уақытта өмір сүріп жатырмыз, ұрпағымызға қиын болады деген екен. Бұл не дегеніңіз? Аштан өлу қалай жақсы болады деп сұрағанда, біздер аштықпен сыналып жатырмыз, ұрпағымызға сынақ тоқтықпен келеді. Аштық адамды иманнан айырмайды, керісінше Құдайға жақындатады. Ал тоқтық иманнан айырады, Құдайды ұмыттырады. Сол заман қиын соғады деген екен жарықтық. Аштық кетті, тоқтық келді. Тоқтық аштықтан да жаман болады. Аштық Құдайды еске салады. Құдайдан жәрдем көмек сұрайсың. Ал тоқтық Құдайды естен шығарады. Көмекті Құдайдан емес ақшадан, дүниеден сұрап, әр нәрсеге сыншыл, міншіл бола бастайсың. Бәрін ақшамен өлшейсің.